Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Здравствуйте, ученики! Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Анель ақылды. Тема нашего урока Анель умная. Мақсаты тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсінеміз және жалғауларды дұрыс қолданамыз. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен танысамыз. Новые слова. Әрқашан, всегда, спайы, вежливый, шула, шуми, бөліс, поделись. Тағы да қайталаймыз, еще раз повторяем вместе. Әрқашан, спайы, шула, бөліс. Келесі бірінші тапсырма, мәтінмен таныс боламыз. Мәтінді тыңдаңдар, балалар. Слушаем внимательно текст. Кітапхана. Бұл кітапхана. Это библиотека. Кітапхана кең және жарық. Библиотека просторная и светлая. Кітапханада үнемі оқырмандар көп болады. В библиотеке всегда будет много читателей. Кітапханашы сыпайы кісі. Библиотекарь вежливый человек. Оның аты-жөні Маргарита Петровна. Ее зовут Маргарита Петровна. Анель кітапханаға жиі барады. Анель часто посещает библиотеку. Ол ақылды оқушы. Она очень умная ученица. Кітапханада шулауға, қатты сөйлеуге болмайды. В библиотеке нельзя шуметь и громко говорить. Теперь отвечаем на эти вопросы. Сұрақтарға жауап береміз. Бұл не? Это что? Это библиотека. Бұл кітапхана. Кітапхана қандай? Кітапхана кең және жарық. Библиотека просторная и светлая. Кітапханашы қандай кісі? Кітапханашы сыпайы кісі. Она очень вежливая. Библиотекарь, да? Пятое задание, 5-ші тапсырма. Сөздерді сәйкестендіріп сөйлем құра. Мы должны составить предложение из этих слов. Балалар, біз бұны ауызша орындаймыз. Мы делаем это устно. А теперь давайте проверим себя. Мектептің кітапханасында көп кітап бар. Аялдамадан автобусқа әжей мінді. Ол кітаптың бетін сызады. Мен достарыммен кітапханаға барамын. Жалқаубек бізге қызықты әңгіме айтып берді. Балалар, 2-ші тапсырма, второе задание, мәтінді оқимыз. Тағы да мәтінмен танысамыз. Анель ақылды оқушы. Анель умная ученица. Ол кітапты көп оқиды. Она много читает книгу. Кітапханаға жиі барады. Часто посещает библиотеку. Ол оқыған кітабы туралы достарына айтады. О книге, которую она читала, рассказывает своим друзьям. Олармен ой бөліседі. Она поделится своими мыслями. Мен де достарыммен кітапханада сабаққа дайындаламын. Я тоже готовлю свои уроки в библиотеке со своими друзьями. Кітапханада қатты сөйлеуге, шулауға болмайды. В библиотеке нельзя шуметь и громко говорить. 4-ші тапсырма. Это у нас письменная работа. Ребята, пишите в тетради. Жақша ішіндегі сөздерді пайдаланып сөйлемді жаз. Пишите, используя необходимые слова в скобках и правильно составляем предложение. Здесь есть пример. Мен достарыммен кітапханаға барамын. Бұл жерде біз барамын сөзді қойдық. А если мы используем слова отырамын или жинаймын, это будет неправильно. Ары қарай өзіміз жалғастырамыз. Дальше таки продолжаем. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.